Barchaga salom dostlar, sizlar men sport жаңалыктар, eң birinchi жаңалыктар bizde. Подписаться болууду унутпаңыздар. Осы үчүн оны Мексикада да жактырмайды. Экс-чемпиону Канело тууралуу шындыкты айтты. Birinchi ең жеңил салмакта әлемнің бурунку чемпиону панамалык Карлос Мурило, казакстандык Геннадий Головкин жана Саул Канело Аlavers'тин 3-чү айкасына кейинги мексикалыкты сынга алды. Лас-Вегасте өткен трилог торшылары шешімімен Канелоның пайдасына аяқталды. Бұл жаман, өйткені осы спортты күтетін үмітін бәрін үзеді. Осындай жағдайлар үшін Канелоны Мексикада да жақтырмайды. Өйткені ол келісілген айқас ұйымдастырмады деп ойлайды. Қазір бәрі бизнес болып кетті. Ешкім абыроймен елі үшін айқаспайды. Өкінішке қарай мұны бақылауды ұстауы мүмкін емес. Мурилоның сөзін. Головкинди жеңгенден кейін Канело әлемдегі ең мықты боксшы атанды. Екінші орта салмақта әлемнің абсолют чемпионы Саул Канело Alavers казакстандык Геннадий Головкинди жеңгенден кейін бокс рейтингиде көше бастады. Alavers пен Головкин арасындағы 3-чү айқас кеше Лас-Вегасте өтті. 12 раунд қорытындысы бойынша мексикалық боксшы торшылар шешімімен жеңді. Головкин үшін бұл айқас супер орта дивизионда алғашқы болды. Головкин Канелодан неге жеңілгенін айтты. Осы жеңіс арқасында Канело салмақ дәрежесін қарамастан жасалған бокс рейтингіде 1-ші орынға шықты, ал Головкин 5-ші сатты. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Лайк басып, подписаться болуды ұмытпаңыздар.